Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін 10 минутта дайын болатын сәбіз салатын, яғни морковь по-корейски салатын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 6-7 штук орташа сәбізді теркадан өткізіп аламыз. Оған 4-5 тіс чеснокты осылай терка арқылы, болмаса чеснок жылқадан өткіземіз. Чеснокты өткізіп болғанша 100 миллиграмдай, болмаса бір ожау сұйық майды қатты қыздырып аламыз. Isыған майды чесноктың үстіне құямыз. Және сәбізге арналған чимчим қоспасының ащысын қосамыз. Салатқа ешқандай дәмдеуіштер қоспаймыз, өйткені чимчим қоспасының ішінде барлығы қамтылған. Тек шымшым тұз сеуіп, дәміне қарай көрсеңіз болады. Барлығын жақсылап араластырып, холодильникке қоямыз, яғни тоңазытқышқа қоямыз. Дайын болған салаттың суы шығып, дәмі кіреді. Ең оңай салаттың бірі. Жасап көріңіздер, ас болсын.